Сәлем, мен Ванямын, және де мен саған өмірімдегі компьютерлік ойындар жайлы айтып берейін. Менің өмірім осылай ғана жаймен басталды. Мен әкемнің қолында өстім, және де менің анам жоқ. Анам кішкентай кезімнен бастап жоқ. Біз оған қатты мұңаятынбыз. Әкем мені жұбататын. Кейін мен біраз өсе бастағаннан кейін, әкем маған отжимания жасауды үйретті. Және де көп спорт түрін үйретіп маған айғайлай бастады. Бұл маған ұнамайтын. Маған спорт түрін үйреткенде ғана ол көтеріңкі көңіл күйде болатын. Білесіздер ме, мен бұрын осылай үйренбеген едім. Және де мен таңғы 6-да тұрып, жаттығу жасап, мектепке барып, жаттығу жасап, кітап оқитын болдым. Өмірім осылай ғана өте бастады. Басқа ештеңе істемейтінмін. Мен 13 жасқа толғанда, әкем маған одан да бекер қатал қарады. Бұл маған өте қатты ұнамады. Кейін мен бір қызға ғашық болдым. Ол қыз өте сұлу болды. Әрі жас көрінді. Білесіздер ме, мен осылай жүргенім біраз жүрмеп едім. Әкемнен үйден қашып шығатынмын, оны көру үшін. Ол қыз өте сұлу болғандықтан ба, мен оған 2 билет сатып алдым. Және де ақшаны құртқаным үшін әкем маған айғайлап ұрысты. Мен оған қатты ашуланып кеттім. Бірақ ол ашуымды сол қыздың арқасында шығаратынмын. Бір күні мен оны бір жігіттің қасынан көрдім. Оның смартфоны мен ақшалары өте көп болды, әрі бай жігіт болды. Мен оған айтқанда, ол мені тыңдамай кетіп қалды. Менің өмірім солай өтіп кетті. Өзімді жалғыз сезіне бастадым. Кейіннен мен депрессияға ұшырадым. Ештеңеге зауқым болмай, үйде жататынды ғана ойлап таптым. Әкем маған сол үшін айғайлап мені ұратын. Мен кейін компьютерді іске қостым. Одан кейін мен әкеме дауыс көтеріп айғайлап өзімнің істейтіндерімді айттым. Компьютерден атыс-шабыс ойындарын ойнадым. Және де менің 3 досым болды. Ол 3 досым өте жақсы адамдар болды. Мен бәрін бірдей ататынмын. Күні-түні сонымен өмірімді өткіздім. Оқуға да бармадым. Қасымдағы 3 досым өте күшті, әрі мықты болды. Мен қарнымды тойғызып алып қана компьютерге қосылдым. Басқа уақытым болмады. Кейін мен 3 досым шақырып жоспарлар құрдым. 2 досым өте жақсы, соның ішінде маған бір қыз ұнады. Ол қыз да өте әдемі әрі қайсар қыз еді. Біз өзіміздің жоспарларымызды, ойымызды айттық. Және де олар менімен келісті, мен де олармен келістім. Мен сол қызбен жүре бастадым. Оның есімі Катя. Ол өте жақсы қыз болды. Әрі қарапайым болды. Мен өмірімде осындай қызды бірінші рет кездестірдім, ал басқа қыздар ұнамайтын. Мен болған жайтты әкеме айттым. Әкем мені құптады. Кейін менің оқиғам осылай болды. Менің жаңа достарым, жаңа қызым бар. Осылайша компьютерлік ойындар менің өмірімді күрт өзгертті, және бұл маған ұнайды. Егер де видео ұнаса, каналға жазылып лайк басуды ұмытпайық.